Қандай тікпес маған? Қандай түсін тік берейін? Дәлі. Розовый ма? Иә. Дәл осындай алайын ба? Иә. Жарайды, тік берем. Видео көрейік қандай материал барын, иә? Сосын тік берем, иә? Иә. Баршаңызға сәлем. Қызым айтқандай, мен қызыма енді тақия тікпекшімін. Ең әуелі біз жаңағыдай регликаласын жасап алуымыз керек тақияның. Қарапайым нәрсемен түсіндірейін. Мысалы, адамның басы болса, мынау адамның басы. Делік. Адамның басы болса, біз тақияны өлшейтін кезде былайынан өлшемейміз. Оны былай қалпақ кигендей қылып, осылайынан өлшеп аламыз. Бұл яғни охват головы ог деп аталады. Менде бұл 50 сантиметр болды, яғни мына айналым 50 сантиметр болды. Енді біз бұл жаңағыдай тақияның радиусын шығару үшін мына формуламен есептеп аламыз. Яғни огы бізде огыны бөлеміз 2-ге, содан кейін шыққан санды тағы да 3-ке бөлетін боламыз. Бізде яғни 50-ді 2-ге бөлеміз. 25. Яғни енді оны 3-ке бөлеміз. 3-ке бөлгенде бізде где-то 8-де 3 шығу керек. Біз осы біздің радиусымыз болып табылады. Енді біз бұл радиусты арнайы А4 форматқа қағазға дайындап аламыз, немесе бірдейінен жаңағыдай матаның өзіне сызсаңыздар болады. Яғни мен А4 форматты әуелі осылайынан бүктеп алатын боламда. Мынау ортасындағы нүктеден, мысалы, қазір көрсетейін. Мынау А4 формат болса, дәл қақ ортасынан осылай сызып алатын болам. Мына, енді осы арада бізде жаңағыдай радиусы 8-де 3 болды, соны осылайынан белгілеп алатын болам. Егер циркуль болмаса, осылайынан сызып алсаңыздар болады. Примерно осылай деп көрсетейін енді. Осылайынан циркул болса, циркулдың көмегімен шығарып аласыздар. Болмаса, осылайынан біртіндеп сызып отыру арқылы өстіп есептеп. Жалпы осылайынан айналдырып отырып, мынау радиусты шығарып алатын боласыздар. Мен бірден енді бұл қағазға жасап жатпаймын. Мен бірден қазір фетр матасын бірденнен осылайынан радиусын шығарып алатын болам. Біздегі мынау тақия болса, мынау тақияның мынау жаңа домалағы, яғни мынау радиусы бізде 8-де 3-ке тең болды. Енді мынау айналмасы менде 50 сантиметр. Енді мен сызатын кезде оған плюс 1 сантиметр қосамын. Ал жаңағы мынаған тоже плюс 1 сантиметр қосып қырқып алатын болам. Қырыққан кезде, өйткені жабыстырған кезде артығымен болу керек. Содан кейін жаңағыдай радиус бойынша қырқып алатын боласыздар. Және де мына жағын айналмасын жасаған кезде бұны балаларға 5 сантиметр жеткілікті болады. 5 сантиметр, мынау тұрған яғни 5 сантиметр. Мынау 50 сантиметр менде. 4 жастағы қызға арналған бұл. Енді әркім өз баласының радиусымен, өз баласының жаңағыдай бас айналымын өлшеп тігіп алуға болады. Енді менде бұны сыртқы матаны мен 10 сантиметр етіп өлшеп алатын болам. Яғни 10 сантиметр плюс 1 сантиметр. Артығымен осылайынан общий 11 сантиметр етіп алатын болам. Және жан жағынан тағы
1 сантиметрден қосатын болам. Жабыстырып болғаннан кейін мен ол артықтарын алып тастайтын болам. Бізге керекті мата велюр, фетр матасы және паутинка. Паутинка негізі тұтас күйде сатылады. Менде бар паутинканы енді пайдаланатын болам. Алып алған өлшемдер бойынша енді мен тақия жасайтын болам. Мендегі барлық материал осындай фетр. Осылардан бірдеңесті қылып, құрастырып, қазір жасайтын болам. Және бізге паутинка қажет болады. Паутинка негізі тұтас болу керек. Мендегі бар паутинка осы. Осы паутинканы да пайдаланып, бір тақияны шығаратын болам. Әуелге бізге радиусын өлшеп алу керек. Менде радиусы 8,5 шықты. Әуелі осыны фетрдің ортасынан қақ бөліп түсіріп алам. Осылайынан 8,5-ді сызып алатын болам. Сіздерде циркул болмаса, осылайынан белгілеп сызып алсаңыздар болады, мен құсап. Осылайынан шығарып аламыз да, осыны айналдырып сызып алатын боламыз. Бізде дайын болды. Енді осыны қырқып аламыз. Осылай радиусын төбеңгі жоғары жағын жасап аламыз. Енді осыдан 4 сантиметр етіп өлшеп қырқып алатын боламыз. Енді біз шетінде тұратын мыналарды құрастырып, бұнда жасап алатын боламыз. Маған 52 сантиметр керек. Осы мәнде 52 сантиметр тура келіп тұр. Енді біз бұны 5 сантиметр етіп аламыз, өйткені кішкене қыз болғасын 5 сантиметр жетеді. Енді осыларды былай қосып алатын боламыз, тігіп.
бойлана бөліктерімізді зигзагтап қосып алатын боламыз. Так, бізде зигзаг осылай жасап аламыз да. Зигзагпен қосып шығамыз. Енді біз сыртқы матамызды пішіп алатын боламыз. Бізде burada 5 сантиметр, ал сырты қапталатын болсын бірден 10 сантиметр, еще плюс 1 сантиметр тігізге алып қалатын боламыз. Сонда мен 11 сантиметр етіп өлшеп аламын. Кромкасын кесіп алып тастаймыз. Содан 11 сантиметр өлшеп аламыз. Осыны 52 сантиметр етіп пішіп аламыз. Ал радиосын біз тұтас етіп пішеміз, өйткені соңынан қырқатын боламыз. Бұны біз 1 сантиметр қалдырып қырқып аламыз. Осындай тағы екінші бөлікті де жасап алатын боламыз.
Енді паутинкамызды фетрменен жабыстырып шығатын боламыз. Ол үшін мына кішкентай бөліктерді осылай қойып аламыз. Енді негізі тұтас бөліктер де бар, бірақ менде қолымда не бар, соны амалдап пайдаланатын боламын. Осылайна фетрімізді қойып аламыз. Шамал керек екен әлде. Енді фетрімізді қойып аламыз да. Фетрді үстіне шығамыз. Осылайна қойып шығып, өтектеп фетрімізді жабыстырып алатын боламыз. Мына осылайдан клейлеп алдым. Енді төбе жағында біз дәл сондай методпен клейлеп алатын боламыз. Дәл осылай етіп паутинкаларды қырқып алдым. Енді дәл қақ ортасына қойып, осыны тағы да үстінен паутинка қойып шығатын боламын. Ерінбей осындай паутинкаларды қойып шықтым. Енді үстіне аккуратно материалды қойып, жылжып кетпес үшін анада жақсылап өтектеп алатын боламыз. Осылай паутинкамен клейлеп алдық. Енді осыны артық бөліктерін кесіп тастайтын боламыз. Енді біз бұл неге осындай әдемі тігістер жүргізетін боламыз. Көркемдік үшін сол кезде тақияның жаңағыдай өңі береді. Бірінші мынау екі бұрышты кесіп алу керек. Біз енді әсемдік андай тігістер жүргізу үшін осылайынан бірінші дайындап сызып алатын боламыз. Негізі
екі сызық жүргізгенім дұрыс болатын шығар, өйткені қабаттасып кетеді. Арадан бір сызық. Болып көрінбей кетті, сондықтан мен өшіретін ручканы пайдаланып жатырмын. Осылайынан жүргізіп шығатын боламын. Енді маған 1 сантиметрден менде циркуль жоқ, сондықтан осылайынан жасауға тура келеді. Примерно осылай жобалап тіге беретін боламын. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Мен енді бар қолымнан келген жасап көремін. Өйткені практикамда алғаш рет тақия тігудемін. Арасы қисық болған сияқты. Сызықтары сәйкес келу керек. Менде сәйкес келмей қалыпты. Примерно осылай. Менде осындай тігіс түрлері бар. Мен мына тігісті пайдаланып көргім келеді, әдемілігі үшін. Ал енді тігуді бастаймыз. Осындай тігіс түрі шығып жатыр. По-моему, әдемі. Екінші бөлігі менде мына тігіспен тігіп жатырмын. Осындай жолақтар шықты. Және мынада екі түрлі. Оның ортасына осындай сызық жасадым. Енді біз бұны қосып тігіп алатын боламыз. Әуелі мына жағын осылайынан қосамыз. Зигзагпенен, содан кейін астыңғы бөлігін қосатын боламыз.
менде осындай тақия шықты. Енді мынадай, енді мендегі бары осыларменен әсемдеп көркемдейтін боламыз. Мысалы, мынаны былай тігіп, қалғандарын осылайынан ба тігіп шығатын боламын. Менде осындай әдемі тақия шықты. Қолымдағы бар әшекеймен өрнектеп бердім. Жалпы менің жасаған дүниелерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар.